Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте ерекше, өте дәмді тағамның рецептісімен бөлісетін боламын. Таңғы асқа немесе түскі асқа дәл осы пиццаны дайындасаңыздар болады. Орташа 3 картопты жақсылап жуып алдым, және де осындай көлемде етіп кесіп аламыз. Қалауыңызға қарай шұжық пен ірімшікті қоссаңыздар болады. Енді табамызға аз ғана майымызды құямыз. Енді осы майымыздың үстіне картоптарымызды осылай салып шығамыз. Астыңғы бөлігі қызарған кезде үстіңгі бетін астына ауыстырып, осылай екі жақ бетінде қызартып пісіріп аламыз. Толықтай дерлік барлығы піскеннен кейін аз-маз ғана тұзымызды себеміз. 2 жұмыртқаны жақсылап араластырып, біркелкі болғаннан кейін картоптарымыздың үстіне толықтай тегіс бетін жауып тұратындай етіп құйып шығамыз. 2 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Картоп пен жұмыртқамыз бізде бір тегіс болып бірігеді. Енді көз мөлшермен майонез және кетчупты алып, бетіне біркелкі етіп толықтай жауып шығамыз. Қызанақтарымызды саламыз. Мен қатырылған қызанақты пайдаландым. Қызанақты ұнатпасаңыздар, салмасаңыздар да болады. Қызанақтардан кейін шұжықтарымызды біркелкі етіп салып алдым. Және де шұжықтың ең жоғарғы бетіне ірімшіктерімізді барынша әр жеріне толықтай табамыздың бүкіл бетін жауып тұратындай етіп орналастырамыз. Ірімшігімізді үккіштен өткізіп, табанның бетін толықтай жауып тұратындай етіп сепсеңіздер болады. Маған ірімшіктің толық ерігенін ұнайды, сондықтан осылай қалыңдау етіп кесіп алып, бетіне қойып шықтым. Енді ірімшігіміз ерігенше бетін жауып қазанның шамамен 5-7 минуттай қойып қоямыз. Астын баяу етіп қоямыз. Бізде картоптарымыз күйіп кетпес үшін. Бізде осылай еріп жатыр. Тағы да бетін жауып 2 минутқа қалдырамыз. Өте қарапайым, тез дайындалатын тойымды тағам 4 адамға толықтай жетеді. Бізде осылай болып пісіп шықты. Жасап көріңіздер, ас болсын.